Косметикалық гинекология гинекологиядағы жаңа сала. Онда әйелдердің құқықтарын арттыру басымдық ретінде қарастырылады. Біз әйелдердің интимдік аймақтары мен функционалды бөліктері туралы көбірек сөйлесеміз. Бұл әйелдерге қажетті уақытта және жерде функционалдық эстетикалық өзгерістер немесе процестер жасауға болады. Сондықтан ол косметикалық гинекология интимдік аймақтарға да көбірек назар аударады. Мысалы, бұл косметикалық гинекологиялық процедуралар хирургиялық процедураларға, сондай-ақ хирургиялық емес процедураларға бөлінеді. Хирургиялық емес лазерлік терапиялардағы косметикалық гинекологиялық процедуралар арқылы стресс, зәр ұстамау мәселесін емдеуге болады. Қынаптың босауын емдеуге болады. Алгастен инъекциялары жасалуы мүмкін. Интимдік аймақтарда теріні ағартуға болады. Және белгілі бір жағдайларда, вагинизм және басқа жағдайларда ботокс қолдануға болады. Қажет болған жағдайда, белгілі бір жағдайлар үшін перп инфильтрацияларда жасалуы мүмкін. Косметикалық гинекологияда хирургиялық емес процедуралардан бөлек бізде хирургиялық процедуралар да бар. Олар лабиопластика түзетуін, вагинопластика, гименоррафия және гименектомия процедураларын қамтиды. Жиналған дыбыс және оның толық әсері.